Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін өтетін тақырыбымыз көрсеткіштік теңдеулер және олардың жүйелері. Көрсеткіштік теңдеулер дегеніміз, мысалы, міне А дәрежесі f от x тең А дәрежесі gx. Енді бұл теңдеуде көрсеткіштік функция анықтамасына сәйкес бұл жерде А үлкен болуы мүлде, және А тең болуы керек 1-ге. Егер осы шарттар орындалған жағдайда, бұл теңдеулерді, мысалы, fx тең x деп шешуге болады. Енді осы теңдеулерді шешу үшін бірнеше мысалдар көрсетемін. Мысалы, бірінші мысал. Да 2x тең 16. Осы көрсеткіштік теңдеуді шешу үшін бұл жерде 2x-ің өзі жазылады, 16 2-нің 4-ші дәрежесі. Енді бұл жерде x қабылға болады, x тең болады 4-ге. Екінші мысал. 27x тең 81. Ол сетті шешкенде 27 3-тің кубы x дәреже болады, тең 81 3-тің 4-ші дәрежесі. Енді бұл жерде болады 3x тең болады 4-ге. X тең болады 4 бөлінген 3-ге. Үшінші мысал. Мысалы, 6x қосу 1, азайту 6x тең болады 210-ға. Бұл жерде, оны шешу үшін, мына жерден 6x шығаруға болады. Мына жерде 2 екен, 6x шығаруға болады. 6x шығарса, мына жерде 6-ның квадраты, азайту 1, тең болады 210-ға. 6x тең болады, 6-ның квадраты 36, 36-дан 1 алса, 35 болады. Тең болады 210. Енді 6x тең 210, бөлінген 35. Енді бұл жерде 6x тең болады 6. Бірінші дәрежесіне. Да, x тең болады 1-ге. Енді иррационал теңдеулер мысалы. Иррационал теңдеу болған жағдайда. Иррационал теңдеу болған жағдайда. 2-ның x-ның дәрежесі көбейту 3-тің x-ның дәрежесі тең 216. Бұндай болған жағдайда, бұл жерде түбірлері бірдей, болса 2x көбейтілген 3x тең болады 6-ның кубына. Басқаша айтқанда түбір асты 6x тең болады 6-ның кубына. Енді бұнан жазуға болады, түбірден шығарып, мысалы, 6x бөлінген 2 тең болады 6 3-ші дәреже. Енді x бөлінген 2 тең болады 3-ге. Бұдан x тең болады 6-ға. Әне осы есептер, мысалы, бұл жерде айнымалысы біреу болған жағдайда шештік теңдеулерді 4-не мысалы шештік. Енді сіздерге тапсырма 165 және 166 есептерді өздері шығарасындар осыған сәйкес. Енді біздер көрсеткіштік теңдеулер жүйелеріне мысалдар шешеміз. Системаға шешеміз бұл жерде. Бұл жерде берілген жазалайық қазір. 60 теңдеу. Бұл жерде берілген 3 көбейту 2x
Basamız 2 көбейткен 3 x это 3y тең болады минус 3 бөлінген 4 мында 11 бөлінген 4 осындай теңдеулер берілген. Бұл жерде шешу үшін мына екінші теңдеуді көбейтеміз 2-ге. Көбейткен жағдайда бізде бірінші теңдеу өзгеріс қалады, солайша x. Осы 2 көбейткен 3 y, y болуы тең 11 бөлінген 4. 2 көбейткенде 2 көбейткен 2x минус 2 көбейткен 3y тең болады бұл. Минус 3 бөлінген 4-ге. Осындай болды. Енді осы теңдеулерді қосамыз. Екеуін қосқан жағдайда олар қысқарады да. Енді екеуін қоссақ 5 көбейтілген 2-нің x дәрежесі тең болады. Нам 2 көбейткенде мына көбейту 2 болады екен. 11-ден 6-ны алсақ 5-ден 4 болады екен. Енді бұл теңдеуді шешу үшін 5-ті мынаға өтсек 2x тең болады. 5 бөлінген 4 көбейту 1 бөлінген 5-ге. Мына қысқарып кетсе 2x тең болады. 1 бөлінген 4-ге. 2x тең болады бұл жерде. 2-нің минус 2-ші дәрежесіне. X тең болады. Минус 2-ге. X табылды. Енді x табылды. X-ті орнына қоямыз мына екінші теңдеуге. Қойған жағдайда 2 минус 2 минус 3y тең болады минус 3 бөлінген 4-ге. Енді болады бұл 1 бөлінген 4 азайтып 3y тең болады минус 3 бөлінген 4. Енді 1 бөлінген 4 нәләңі өтіргенде минус 3y тең болады минус 3 бөлінген 4 азайту 1 бөлінген 4-ге. Енді мына жерде 4-тен 3-ті 4-тен 1-ге қосқанда минус 1 шығады. Демек, минус 3y тең болады минус 1-ге. Бұл жерде жаза болады. Минус 3y тең болады минус 3 бөлінген 3-тің 0-ші дәрежесіне. Одан келсе оны астан тең болса, онда y тең болады 0-ге. Екінші жауап шықты. Онда жауабы болмады бұл жерде. Жауабы бізде минус 2 0. Не бұл? 6-шы есептің жауабы. Енді бұны өшіреміз. Екінші көрсеткіш теңдеулер жүйесіне өтеміз екінші теңдеуіне. Şöyle hazır. Берілген жазылайық мына 7-ші теңдеу. Бізде 2-ні x-ні жүз көбейту 3-тің y дәрежесі 2y
3x. Болады 12, 18. Так. Осындай берілген кезде бұл екі теңдеуді бір-біріне көбейтеміз. Көбейткенде болады міне 2x көбейтілген 2y, 3x көбейтілген 3y. Тең болады 12 көбейтілген 18-ге. Енді бұл жерден жазатын болсақ мына жерге 2x қосу y көбейту 3x қосу y тең болады. Жерде 216-ға көбейтсек, 12-18-ге онда бұл тең болады. 6x қосу тең болады 6-ның кубына. Бұл 6-ның кубына тең. Бұдан кеп шығады x қосу y тең болады 3-ге. Бұда y табу болады. Тең болады x азайту 3 азайту x-қа. Бұдан кеп шығады. Онда теңдеу аламыз. Енді бірінші теңдеуге қоятын болсақ, мына жерге онда не болады? 2 көбейткен x көбейту 3 y орнына x минус 3 болады. Тең болады 12-ге. Енді бұл жерден дәрежелерді бөлек жазуға болады. Жазатын болсақ 2x көбейтілген 3-тің 3-ші дәрежесі көбейту 3-тің минус x-ші дәрежесі тең болады 12-ге. Енді мұна минус жоқ болу үшін 2x бөлінген 3x деп жазамыз. Мына 3-тің 3-ші дәрежесін яна өтірсек 27 болады. Бөлінген 27-ге. Енді бұл жерде 2x, 3x тең болады. 12-ні жазуға болады, 4 көбейтілген 3 деп. 27-ні жазуға болады, 3, 9 көбейту 3 деп. Бұна 2-3 қысқарып кетеді. Сонда бізде қалады 2-ның x-ні жазып бөлінген 3-тің x дәрежесі. 2-ның квадраты, 3-тің квадраты. Енді бұны жазуға болады. 2 бөлінген 3-тің x дәрежесі. 2-дің 3-тің квадраты деп. Бұл жерде x тең болады 2-ге. Енді бұна теңдеуге қоятын болсақ, y тең болады 1-ге. Жауабы болады бізде 2, 1. Бұлар міне көрсеткіш теңдеулер жүйесінің мысалы.